25 мың қазағы бар бауыр ел Түркиямен қатар ұлыстың ұлы мерекесі Европа төрінде де тойланды. Еліміздің Венгриядағы елшілігі барыс деп аталатын қазақ-мажар қорығымен бірігіп, әз наурызды сән салтанатын келістіре атап өтті. Әз наурызға мажар елінің саясаткерлері, іскер азаматтары, Будапешттегі қазақ диаспорасы мен еліміздің сол елде білім жолында жүрген студенттері қатысты. Венгриядан Нұрсұлу Қасымның репортажын қараңыз. Елден келген қазақтар мен Еуропада қандастарымыздың бүгін қуаныштарында шек жоқ. Шашу шашып, бір-біріне құтты болсын айтып жатыр. Биыл мажар бауырлар әз наурызды қазақпен бірге тойлауға ниет білдіріпті. Домбырада еркін ойнап, қазақ әндерін нақышына келтіре шырқаған олар жиналған қауымды тәнті етті. Туған ел туралы ән, күмбірлеген күй, атажұртты аңсаған қандастарымызды елең еткізбей қоймады. Бәрінің жанарында Қазақстанға деген сағыныштың ізі сайрап тұрды. Наурыз құтты болсын, осындай тойлар әрқашанда бола берсін. Сонда жақсы өтіп жатыр, өте көңілдіміз. Тек жақсылық қана болсын, Қазақстанда болсын, қай жерде болсын, бәр жерде де жақсылық, тыныштық болсын, әйтеуір тоқшылық болсын. Қазақ пен мажар жастары ұйымдастырған концерттен кейін көпшілік мерекелік дастарханда бас қосып, бауырсақ қазы қарта мен наурыз көжеден дәм татты. Ұлық мерекенің мақсаты ас ішіп аяқ босату емес, еуропалықтарға салт дәстүрді дәріптеу, әрі шеттегі қандастарды осы әдет ғұрыпты сақтауға, құрметтеуге үндеу. Наурыз күн мен түннің теңелген күні, махаббат, достық, жаңару мерекесі. Осындай керемет мерекемен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Аспанымыз ашық, береке, бірлік болсын. Қазақтардың тілін, мәдениетін, өнерін сақтап, онан әрі жаңғыртып келе жатқанына қуанамын. Жоғын түгенде барын бағалай білген сіздерге елдеріңіз өркендей берсін деп тілеймін. Мен Қазақстанмен, қазақстандықтармен ғарышқа алға ұшқан жылы таныстым. Өте қонақжай халық. Әрі қазақ достарым көп екенін мақтан тұтамын. Көктем мерекесі бәріміз үшін маңызды мейрам. Сондықтан басымызды жиі қосатын осындай шараларды көбірек ұйымдастыруымыз қажет. Қазақстандықтарға ашық аспан және ең басты байлық бостандықты, азаттықты бағалай біліңіздер деп тілеймін. Мерекенің көрігін сырттан найзамен түйреу, садақ атудан ұйымдастырылған сайыс қыздырды. Мақсат күш сынау емес, өзара достықты онан әрі нығайту. Қазақ десе қашанда бауырым деп бүйрегі бұрып тұратын мажарларға той тарқарда бір-бір шапан кигізілді. Орамал тон болмайды, жол болады. Әз наурыз күні венгриялықтар қазақтың осы бір мақалын үйреніп, үйлеріне тарқасты. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Будапешт, Мажарстан.